Assalamu alaikum. Niyet dinimizde mаңызды нәрсе. Екі адам бір жұмыс істеуі мүмкін, бірақ біреуі сауап алады, екіншісі сауап ала алмайды. Ол ниетіне байланысты. Жақсы ниетпен істесе сауап, басқа ниетпен істесе, жаман ниетпен істесе сауап болмайды. Сол үшін мына ораза айында апаларымыз, қарындастарымыз ауызашар дайындайды, сәресі дайындайды. Осыны дайындағанда жақсы ниетпен дайындау керек. Алланың ризалығын табайын деп, сауап алайын деп, үйдегілерге ауызашар берейін деп дайындаса, қанша адамға дайындаған болса, иншалла сонша адамға ауызашар бергендей сауап алады. Ол ораза адамның аузын ашу деген ол жай сауап емес, үлкен сауап. Алла Тағала айтқан, ораза ұстаған адамның сауабын мен өзім берем деген. Оның сауабын санын ешкім біле алмайды. Сондықтан ниеттерімізді дұрыстап алайық, апалар, қарындастар. Алла Тағала сіздерге күш қуат берсін.